Түркістан облысының білім басқармасына, Түркістан қалалық білім бөлімінің назарына. Түркістан қаласында орналасқан нөмірі 4-ші Сәкен Сейфуллин орта мектеп-лицейінің бір мұғалімі біздің редакциямызға мектепте ақша жинаудың көптігі туралы, ақша беруден шаршап, шындық іздеп келгенін айтып шағым жазған болатын. Алайда қызығы сол жазған күн өтер-өтпес қайта келіп арызын алатынын айтты. Өзі берген бейнені шығаруға қарсылығының жоқ екенін де айтқан болатын. Осы ақша жинау мәселесі жоғары жақтан қанша шектеу қойылса да, тыңдар құлақ көрмеудеміз. Редакциямызға келген бейнені назарларыңызға ұсынамыз. Осы фондқа сәуле есеп бермейсіңдер ма? Не қылатсыңдар осы? Қаншадан бері? Сентябрьден былтыр жиналмайды деді. Саған сәлем демей айтып жүрмей ма? Мұғалімдерге солай айт, осында есеп береміз ғой басшыларға біз. Жоқ, басшыға емес, басшы беріп жатқан жоқ қой, саған ақшаны біз беріп жатырмыз ғой. Басшылар да беріп жатыр ғой. Басшы бізге общем беріп жатқан жоқ қой есеп. Мен өз басшыларға есебін беремін да, бір тиын ашық. Оны басшылар жина дегеннен кейін мен жинаймын. Жоқ, енді сен басшыларға не берем деп жатсың да, отчет берем деп жатсың да, қай басшы? Мысалы мен директорға беремін. Басында ол көп мұғалімдер маған айтады да, басында фонд жиналмайды деп еді, енді жинап жатыр деп. Маған не дейсің, мен жұмысын маған жинап бер деді. Мен жинаймын. Мысалы мен үлкен мұғалімдерге де айттым, маған сөйтіп айтқанда айтпайсыздар ғой. Бұл бейнені 25+ республикалық арнасынан және Facebook, Instagram, YouTube каналдарынан толық негізде көре аласыздар.